жаңа өмірге бет бұруға болатын сияқты. Ішімдегі және сыртымдағы шекараларды бұзамын. Бүгін менің өмірімнің басқа парақ ашылған сияқты. Мен қара жұмысты таңдамаймын. Менің таңдауым жайлы өмір. Алло. Айнұр, сіздікі жай ма? Неге жұмысқа шықпағансыз? Ескертпейсіз ба? Өткен аптаға еңбек ақыңызды бермейміз. Жоқ, әлі жұмыс керек емес па? Я болды, мен де өзіме жайлырақ жұмыс іздеймін. Алло. Айнұр Әлімжан, сіздің кредит төлейтін уақытыңыз өтіп кетті. Қашан нақты төлем жасалынады? Мендегі қарызды қашан қайтарасың, Айнұр? Сәбит, маған ақша жібере аласың ба? Қарыздарым жан-жақтан қысып өлтіріп бара жатыр. Маған да жалақыны бермей жатыр. Қалай ақша түседі, солай жіберіп берем. Билет алам, сендер сағындым. Шешеме білем, мен мына суретті жабыстырсам, сен сүнімі маған алып бересің. Қоя тұршы балам, қазірше бізде ақша бітті. Осы ауруға қандай дәрі бар? Маған бірдеңе беріңізші. Қарыз болу қандай ауыр еді. Қарыз бұл жүрегімдегі ұят. Қарыз бұл менің арманым мен қазіргімнің арасындағы ауыр шекара. Бұл қарыздың заты шегі бар ма деші? Мен қарыз ала беріп бақыттан бас тартыппын ғой. Бақыт деген еркін өмір сүру екен. Мен қарызға, кредитке еркіндігімді беріппін.